Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай құрт жасаудың жолдарын көрсетемін. Әртүрлі формада құрт жасайтын боламын. Осындай болып түрлі жасалу жолын көрсетемін. Осындай болып құрттарым шығады. Оған әуелі мен осындай сүзбені алдым. Менде дайын сүзбе. Осы дайын сүзбе осындай. Осыған менде 2 қасық, 3 қасықтай тұз салдым. Осыны енді әбден араластырамыз сүзбені. Араларында іртіктері қалмайтындай етіп, әбден қолымызбен қысып, нығыздап